Сәлем достар, сіздермен бірге Арифат. Бүгін біз Шыңғыс ханның ата-анасының өмірін туралы айтуды жалғастырамыз. Өткен бөлімде Есугейдің кішігірім өмірімен танысқан болатынбыз. Ал бастаймыз. Жаңағы келесі күні кешке қарай түн батады ғой енді. Сол далада ойылын жүргенде бір қап-қара бірдеңені байқап қалып, Теледудан қарашы дейді. Теледу барып енді қарайын деп атқанда тағы да дауыс шығады. Аттың тұяғының сол кезде ойылын қорқып Теледуге жақындайды. Ей, меркіт қой деген дауыс шығады бір жерден. Ойылын бұл дауысты біліп қояды. Бұл Есугей болатын. Қорқыныш сейіліп кетті ойылында. Оған Теледуге Есугей ештеңе істемейтіндей көрінді. Бірақ Есугей сол сенімді сейілтті. Сен, меркіт, мені жақсылап тыңда. Бізбен сен бекер соғысып жатсың. Біз көппіз, қашу да мүмкін емес. Біздің әскерлеріміз жылдам. Сен тағы садағыңды тартсаң, сенің денеңді қорсақтар жеп қояды дейді. Сөйтіп сумерктер солардың көбейген соншалық ойылын үш жақтан қоршаған үш атты әскерді байқап қояды. Теледу ашуланып, біз әлі көреміз кімді қорсақ жейтінін. Есугей күліп, сенің басың тура ішінде ештеңе піспейтін қазан сияқты дым жоқ қара дейді. Сол кезде Теледудың аяғына оқ тие жаздайды. Есугей енді деп күліп, сенің мойныңа үш оқ тигенше сен көзіңді ашып жауып үлгермейсің. Енді тыңда, сенің өмірің бізге керек емес. Сен атқа отырыр да кет, ала елің осы жерде қалсын дейді. Ойылын Есугейдің айтқаны болатынын түсінеді. Олар қайтпайды. Олар Теледуды өлтіреді. Мұның бәрі болмайтындай түс болып көрінді. Ойылын Теледуге кет, Теледу дейді. Теледу, сен қайда барасың деп көңілсіз сұрайды. Одан да оқ құшып өлген жақсы дейді. Ойылын, сен өмір сүруің керек. Мен сенің өлуіңе жол бермеймін дейді. Ей сен, қызыл шакал. Теледу кетеді. Ол өлімнен қорқпайды, бірақ мен оның өлгенін қаламаймын. Тыңдап тұрсың ба, қызыл басты ұрлықшы дейді. Егер сен Теледуды өлтірсең, мен мойнымды көз алдыңда кесіп тастаймын. Қош бол, Теледу дейді. Теледу, мен сені әшейін сұлу қыз ба десем, сен қыз болсаң да жүрегің батыл әскердікі екен дейді. Деп Теледу кетеді. Ойылын Есугейге қарсы шыққанымен Есугей оны талдырады. Ойылын бір төсекте оянады. Теледуды еске алып жылайды. Теледуды өлтірген шығар деп ойлайды. Сол кезде бір қызметші келіп, оған тамақ беріп, Фуджин көп жеп, аз жылау керек дейді. Фуджин деген солардың тілінен аударғанда ханым дегенді білдіреді. Ол қыздың аты Хуақчин екен. Біраз уақыттан кейін үйге Есугей кіріп келеді. Кизиге деген. Кешегі ісім үшін мені кешір дейді. Ойылын, Теледу қайда, сендер оны өлтірдіңдер ма дейді. Есугей, оны өлтірмедік. Оның өлімін сен қаламадың, сондықтан да оны өлтірмедік. Бірақ сен ол туралы айта берсең, біз саған оның басына келіп береміз дейді. Ойылын тынышталды.
Сол кезде Есугей: ой ұлым, мен саған жамандық тілемеймін. Сен менің әйелім болғандығыңды қалаймын дейді. Ой ұлым, біз соғысқа барамыз. Егер мен оралмасам, демек аспан үйленгенімізді қалаған жоқ деген сөз. Енді солар аспанға табынған ғой достар. Егер мен өлсем, сені үйіңе апарады. Менің тірі қалғанымды қалайсың ба? Олар дейді. Ой ұлым тып-тыныш отыра береді. Олар оны бәрібір өлтірді дейді жаңағы Есугей. Ой ұлым, кімді өлтірді деп шошып кетеді. Сол кезде олар Амбайханды өлтірді. Сен мен үшін Амбайханның кім болғанын білмейсің. Мен оны туған әкемнен де жақсы көргем. Оның ақылдылығы біздің күшіміз еді. Жаңағы татарлар өлтірген ғой. Соларды қарғыс атқыз татарлар деп. Олар Амбайханды ұстап алып, қытайлық Алтан ханға оны есекке шегелеп қаққызуды бұйырыпты. Зевактар патшасының өлуін қарап тұрған екен. Айтып едім ғой, нөкерлермен кететін еді ғой Амбайхан. Солар қарап тұрған ғой патшасының өліп жатқан. Басты Хабул ханның баласы Хутул кек алушы әскерлерді сатып кетеді. Жаңағы Хутул деген ол жаңағы нөкерлердің арасында болған. Өздерінің аналары кек алушы әскер деп атаған ғой. Екінші серияда айтып едім ғой, Амбайхан деген ханы болады. Сол татарлармен достық не істеу үшін, орнату үшін сол жаққа татарлардың жеріне кетеді дейді. Сөйтіп, ой ұлым бұны естіп, Есугей өте ашулы екенін түсінеді. Ал достар, міне 3-ші бөлімде аяқталды. Егер видеоны ұнаса, лайк басып, каналға жазылыңыздар. Сіздермен болған мен, Арафат. Сау болыңыздар.